31 октября 31 қазан мен 11 қараша аралығында Великобританияның Глазго қаласында климаттың өзгеруі жөніндегі тараптардың конференциясы өтеді. Немесе ол КОП деп аталады. Бұл тараптардың 26-шы конференциясы болады. Олар 1995 жылдан бері өткізіліп келеді. Осы конференцияларды жұмыс топтары ретінде бастап, бүгінгі күні олар әлемдік деңгейде қамтылып отыр. Конференция аясында елдер өздерінің климаттық амбицияларын жариялайды және осы климаттық амбицияларға қол жеткізуге болатын шараларды көрсетеді. Бұл конференцияның ұйымдастырушысы климаттың өзгеруі жөніндегі негіздемелік конференцияның хатшысы Біріккен ұлттар ұйымы. Олар әртүрлі елдерге өз елінде осындай конференциялар өткізуге мүмкіндік береді. Әлемдік қоғамдастық өте қызығушылық танытып отыр. Әсіресе сарапшылар осы конференцияда арнайы шешімдер қабылдайтын болады. Себебі олар жалпы ауа райының жағдайына әсер етеді. Шығарындыларды азайту бойынша жүзеге асырылады. Ал екіншісі, осы шараларды жүзеге асыру үшін қажетті қаржыландыру мәселелеріне әсер етеді. Бұл конференцияның негізгі бірнеше мақсаты бар, бірақ басты мақсат шығарындыларды азайту. Содан кейін халықты және табиғатты климаттың өзгеруінен қорғау. Келесі мақсат қаржыландыру ағымдағы жылы Орталық Азия елдері теңдессіз қадамға барып, бір платформа шеңберінде бірікті және өздерінің климаттық амбицияларын бірлесіп мәлімдейді және оларды бірыңғай павильон шеңберінде жария етуді жоспарлап отыр. Павильонды Орталық Азияның аймақтық экологиялық орталығы ұйымдастырды. Соның арқасында бізде қазір жалпы павильон бар. Олар оны толығымен салып, 31 қазан мен 11 қарашаға дейін өтетін барлық іс-шараларды жоспарлады. Сондай-ақ барлық елдер үшін жоғары деңгейде бірыңғай event сайтын ұйымдастырды. Оған Орталық Азия елдерінің табиғатты қорғау ведомстволарының басшылары қатысады деп жоспарланып отыр. Бұл панельдік сессияның күн тәртібі климатты сақтау бірлігі. Дәл осы конференцияның ерекшелігі пандемия жағдайына қарамастан ол әлі де офлайн режимде өткізіледі. 140 мемлекет 15 000 қатысушыға тәртіппен қатысу жоспарлануда және ең негізгісі мемлекет басшылары қатысатын болады. Париж келісімі бұл көптеген елдердің климаттық саясатының негізін қалаған хаттама, немесе Париж хаттамасы. Қазақстан оған 2015 жылы қосылды. Ал Париж келісіміне 2014 жылы қол қойылды. Бұл Киото хаттамасының жалғасы, бірақ шығарындыларды азайтудың қатаң тетіктері және шығарындыларды азайтуды талап етілетін шарттары. Сонымен қатар ерекше тәртіп қарастырылған. Яғни бұл қысқартуларды қаржыландыру тәртібі. Міне, егер де өтіп жатқан конференция перспективасы шеңберінде айтатын болсақ, онда дамыған елдерге осы қолдау туралы айтылған мәселелердің бірі қаржыландыруды бөлу болса, онда дамушы елдер тарапынан парниктік газдар шығарындыларын азайту үшін шамамен $100 миллиард бөлінуі тиіс деп Париждік хаттама бойынша осы қаржыландырудың негізін бекітеді. Әрине, бұл қоғамда кеңінен талқыланады. Және хаттама шығарындыларды азайту немесе парниктік газдар шығарындыларын реттеу туралы қатаң заңдар қабылдау үшін ұлттық заңдардың негізі болып табылады. Міне, бүгінгі таңда Еуропалық одақ заң жобаларының пакетін жариялады. Трансшекаралық көміртекті реттеуді қамтитын қысқартуларға қатысты заңнамалық пакет және бұл пакет күшейтілетін болады. Яғни климатқа қатысты заңдар әр уақытта қатаңдатылады. Және Париж келісіміне қол қойған елдер бұл міндеттемені өз мойнына алады. Париж келісімінің негізгі мақсаты әрине есеп емес.
Париж келісімінің негізгі мақсаты бұл қысқарту көлемінен немесе климаттық амбициялар деп аталатын мәлімдеме. Кез келген ел өзінің өртенген шығарындыларын қысқартуға қаншалықты дайын екендігін көрсетеді. Әрине, біз қазір бір жыл ішінде қысқарту бойынша жол картасын немесе доктрина деп аталатын бағдарламаны дайындаймыз. Жетістіктер көміртекті бейтараптық Қазақстан бекітілгеннен кейін осы жол картасын орындауға тікелей көшеміз. Бірақ конференцияның өзі не береді? Бұл елге өзінің амбициясы туралы айтуға және осы амбицияларды жүзеге асыруға байланысты мәселелерді айтуға мүмкіндік береді. Және әрине, бұл жерде қаржыландыру екінші орынға шығады. Яғни қазір барлығы төмен көміртекті дамуға көшуге дайын. Бірақ әркімнің қаржысы жеткілікті емес. Сонымен, конференция дамыған елдерге дамушы немесе дамыған елдерден немесе олардың амбициясы туралы донорлыққа мұқтаж елдерден естуге мүмкіндік береді. Яғни олар қаншалықты нақты және дамыған елдер дамушы елдер үшін не істей алады. Бұл конференциялардың негізгі идеясы.